Түркістан облысы Сайрам ауданында Манкент теміржол вокзалы пайдалануға берілді. Нысанды жаңарту мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша еліміздегі 124 теміржол вокзалын реконструкциялау және жаңғырту жөніндегі ауқымды бағдарламасы аясында жүргізілді. Ашылу салтанатына Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров, ардагерлер және аудан тұрғындары қатысты. Өңір басшысы жаңарған нысанның Сайрам ауданы үшін маңызын атап өтіп, тұрғындарды айтулы оқиғамен құттықтады. Өңірімізде жалпы биыл жылы 5 теміржол вокзалының инфрақұрылымы жаңартылды. Жалпы өздеріңіз білесіздер, тарих үлкен, осыдан 100 жылдан астам бұрын салынған осы теміржол вокзалымыз 1916 жылы осы бір ғасырдан аса осында тұрды, қызметін жасады. Енді жаңаруға уақыт келгеннен кейін жаңартқан болатынбыз. Сонымен қатар осында жолаушыларға арналған перронды да толықтай жаңартып бердік. Осы игі сәтте атсалысқан барлық азаматтарға шынайы алғысымды білдіргім келеді. Жаңа вокзал құтты болсын. Манкент теміржол вокзалы Сайрам ауданы Ақсукент ауылында орналасқан. Жобаның жалпы құны 576 миллион теңгені құрайды. Жаңа ғимаратта 90 орындық кең күту залы, билет кассасы, анықтама бюросы және асхана қарастырылған. Ана мен бала бөлмесі және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған арнайы бөлме де бар. Сондай-ақ медициналық пункт, оқшаулау бөлмесі, көліктегі полиция бөлімінің қызметтік кабинеті және барлық қажетті санитарлық тұрмыстық жағдайлар жасақталған. Сонымен қатар жолаушыларға арналған ұзындығы 550 метрлік перрон толық жаңартылып, аумаққа абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары жүргізілген. Вокзалда жаңғырту нәтижесі 4 жаңа жұмыс орны ашылды. Вокзалды жаңғырту нәтижесінде 4 жаңа жұмыс орны ашылды. Жалпы аумағы 7 гектарды құрайтын нысан 2026 жылы жаңғыртудан өтті.